Саламатсыздар ма, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге көктемгі егіс пен күзгі жиынға арналған жеңілдетілген несие шарттарын түсіндіретін боламын. Яғни 2023 жылыға арналған. Менің каналыма алғаш рет кіріп отырсаңыз, каналыма тіркеліп өтіңіз, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Биылғы жылы 140 миллиард теңге бөлініп отыр аграрлық несие корпорациясына. Бұл кең дала бағдарламасы бойынша несие таратылатын болады. Несиенің шарттары 5%-бен беріледі. Яғни 5%-бен шаруалар жеңілдетілген несиені микроқаржы ұйымдары арқылы, несие серіктестіктері, екінші деңгейлі банктер болғанда Евразиялық банк, Народный банк, Форте банк, Жусан банк осылар жатады. Екінші деңгейлі банктер. Өз аймағыңызға қандай қаржы институты сізге қолайлы, сол қаржы мекемесінен несие рәсімдей аласыз. Несиені өтеу мерзімі 1 жылға беріледі, яғни жыл біткен соң 2023 жылы алсаңыз, 2024 жылдың 1 наурызына дейін несиеңізді өтейтін боласыз. Кепіл қою арқылы беріледі. Кепілге өзіңіздің жайылым жеріңізді, суармалы, шабындық жеріңізді қойсаңыз болады. Және де үлкен мөлшерде несие алатын болсаңыз, қосымша жылжымайтын мүліктеріңізді де қоюға болады. 1 миллион теңгеден бастап беріледі. Баршаңызға ақпарат түсінікті деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.